Абай Құнанбайұлы, шын аты Ибрахим атамыз 1845 және 1904 жылдар аралығында өмір сүрген. Ұстаз, ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Либералды көзқарасын исламға таяна отырып, орыс және Еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңғыртуды көздеген реформатор болған. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен. Бір қатар әлем ойшылдарының еңбектерімен жақын таныс болған және оларды қазақ тіліне аударып отырған. Философиялық трактаттар стилінде жазылған қара сөздері тақырып ауқымдылығы мен дүниетанымдық тереңдігі мен саяси әлеуметтік салмақтылығы мен құнды. Және қара сөздерінің 45 түрлері болған. Оның бір қатарына шолу жасап көрсек. Біріншісінде қысқаша шолу, екінші қара сөзінде өмір баян туралы айтылған болса, оның екінші түрінде отбасы жайлы, ал үшіншісінде шығармалар туралы, төртіншісінде қара сөздері. Ал төртіншісінің екінші жалғасында қара сөздеріне айтылған ой туралы болған. Бесіншісі Абай лексикасы, алтыншысы Абай және Пушкин туралы, жетіншісі музыкалық мұра, сегізіншісі Абайтану, тоғызыншысы Абай Құнанбайұлының дінге көзқарасы, оныншысы ақынның балалық шағы. Міне, 10 қара сөзіне тоқталып өтті. Ал сипаттамаға 45 қара сөзін тастап кететін боламын, сіздер оқып алсаңыздар да болады. Ал Абай атамыздың өлеңдеріне тоқталып кететін болсақ, Абай атамыздың күз өлеңі, қыс өлеңі, жаз өлеңі және де ғылым таппай мақтанба, буынсыз тілін, пайда ойлама ар ойла, болды да партия және ауру жүрек ақырын соғады, байлар жүр жиған малын қозғалтып, және тағы басқа өлеңдері де бар. Және ол Пушкиннің өлеңдерін де қазақ тіліне аударған. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге азсап бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмір алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асылыс көнсеңіз. Абай атамыз біздің асыл қазынамыз. Абай атамыз ақылды да дана атамыз. Осылайша мен видеомды аяқтаймын. Видеом ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып кетейік. Ендеше сау болыңыздар.